Ne, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Астана бірден де жүрсің. 1, 2, 3, 4, 5. Есть, да? На связи, на связи. О, может, дейді. Қазір бір звонок жасап жіберейін. Өздеріңде қалай? Жақсы ма? Жұмыстар шапқылаватсыздар? Молодцы. Бізде апай. Тамақ қоймадым. Нан қоя салдым. Жоқ. Мен командам еще. Сразу айтайын дейсің ғой. Осылар. Семейде болар. Ұмытпасыншы, мен ұмытпасын деп қоймайын. Көп тұрсыншы деп. Атак тамаққа қойып мен су. Добрый день, Умар. Ага, ребят, здорово. У нас 1,5 часа, да? У нас час. У нас час. Заложен час. Ана, артыңызға кетіп қалыңыз. В принципе, сіз өйтіп жатып алатын адам емес сияқтысыз. Иә. Жоқ, көбісі просто еркін отырған дұрыстар. Иә, сол дұрыс, иә. Ладно, давай, тұра берсін. Тем более, у тебя же такой же подкаст. Вообще еркін. Да. Менде андай сұрақ та жоқ, просто вообще. Ну, имеется в виду, дайындалмай. Не толкуемся. Мен и так дайындалмай келіп отырмын саған уже, так что нормально. Вот, күшті, вот, мен тоже солай люблю. Негізі андай, көбісі, особенно сіздердің жастарыңызда адамдар, олар сұрақ жібер деп мазамдалады. Не туралы сөйлесеміз деп андай, сәл жана ма, общениеда білмеймін. Енді, видишь, может быть, какие-то... Әркім өзінің... Менің жасыма келген адамдар бар ғой, мне кажется, они уже как-то свои лучшие стороны знают, как отвечать, да? А енді, не знаю, мен не то, чтобы оларды кемсіткенім, просто келесің, наурап, настроениемен келсең болды ғой, а там уже все по ходу пьесы всегда будет. Я думаю, еще сіздердің жастарыңызға келген кезде андай, не, біраз эмоционально андай, көңілі беріліп айтып қоя ма, содан қорқады ғой деймін адамдар. Мен сәл фильтровать етпей қалатын сияқты кейде базар. Сен көтені қуыс адамдар туралы айтып тұрсың ба? Жоқ, болды да, просто удали дегендер, удали. Болды, иә. Басы шық. Так, давайте как дела бірінші содан болсақ? Біз бастадық па уже? Баста кеттік уже, иә. да? Звоноктан басталып кетті. Жағдай жақсы. Аллаға шүкір. Өте қазір қарқынды жұмыс жасаудамыз оның үстіне. Енді ер азаматқа қай кезде жақсы? Үйінің ішінде береке бар да, санаңда тыныштық бар да, жүрегіңде сабыр бар да, және де жұмысың бар да. Егер осы төртеуің, төрт құбылаң тең болса дейікші, енді мен егер басқа мысалда келтіріп бере аламын, бірақ нақты ер азаматқа қарапайым тілмен айтқанда, егер осының бәрі сенде болып жатса, шаңырақ, үйде тыныш болса бәрі тыныш. Әрине. Күшті, кайф. Сіз қазір просто свежийден кетіп отырмын да, Танутрадан келе жатсыз ғой. Онда сіз жүргізушісіз бе? Танутрадан мен келгеніме баяғда десең. Да. Енді баяғда болғанда жоқ, таң атпай ғой енді. Одан бері қаншама уақыт өтті дегенім ғой. Негізі я Танутрадан келе жатырмын. Просто жүргізушісіз ғой онда, сіз гость емессіз ғой. Жоқ. Тікелей эфирде кәдімгідей. Менің көзім түсіп тұрған жоқ қой, мен 1 сағат ұйықтап алған адаммын. Жоқ, бәрі нормально. Ертең айтып жүрміз. Ондай жоқ қой. Мен көзілдірік киіп алатын әдетім бар негізінде. Иә, оған бірақ вообще без проблема. Негізі атам ұрсушы еді, жантайып отырмаңыз деп. Отырай қал. Ана, нені айтам да, Танутрада сонда сіз кәдімдей қонақтарды күтіп аласыздар, оны сценарий жазасыздар, дайындаласыз, сөйлесесіздер, тамақ жасаған дейін кетесіздер ма? Толық қанды кәдімгідей қалай қайырлы таңды жүргізеді. Енді бұл менің бірінші тәжірибем емес қой. Мен Оян деген оған дейін 7 күн деген бағдарламаны жүргіздім. Енді 7 күн бізде алдын ала түсіріп аласың да, содан кейін оны көрсетеді. Ал енді Оянда тікелей эфирде болдым. Мұнда да тікелей эфир. Бұл жерде де тікелей эфир, бірақ Оянның бір айырмашылығы 3 сағат жүргізесің. Мына жерде мен 1,5 сағат жүргіземін. Қазақ редакциясы болады, содан кейін 1,5 сағат орыс редакциясы болады. Мен алдында барғам просто о жерге. Неге ма? Қонақ ретінде шақырды. И искусственный интеллект мазаны алып тастайды екен, Айкүн ба? Айкүн, Ол сондай ол. Перебивать ете береді. Айкүн, сен туралы мұнда айтып жатыр. Перебивать ете береді екен, ойды жинақтай алмай қаласың да.
Аха. Ну просто прикольно, короче, ол жерде. Да? Сізді как жүргізуші. Просто мен бір подкастыңызда көрдім, мен негізі бір жыл бұрын айтыпсыз да, жүргізушілік қабілетімді андай хочу, скиллді Дамытқым. жинап алғым келіп Иә, тұр деп. дамытқым келеді. И мынаның бәрі сол ну енді по ходовой келе жатқан дүние ғой, да? Жоқ, До большого. ходовой болғанда бар ғой, мужик, я тебе так скажу. Осыдан 2 жыл бұрын ғой, енді барлық нәрсе, мысалға менің өзімнің түпкі мансабым, ол мен өнер адамымын, мен әртіспін. Әртіс адам қандай болу керек? Оның сөз саптауы, оның ән айтуы, оның дене бітімі, оның киім үлгісі бәрі жан-жақты дұрыс болу керек. Сол кезде егер сен бүтін өнер иесі болсаң, саған сахнада жеткізетін өнерің әлдеқайда біріншіден өзіңе жеңілірек болады, екіншіден ол реально мәдени болады, үшіншіден сен енді бір еркіндікті сезініп тұрасың да, сол еркіндіктен кейін халықпен деген қарым қатынасың майдай болады. Нанға жаққан майдай болады деп бекер айтпаған ғой. Сондықтан да бұл да бір менің бөлігімнің қалай айтсам шыңдалатын жері болу керек еді. Содан соң мен не істедім? Мен ойладым ішімнен, маған бір бағдарламаны жүргізу керек. Мүмкін болса тікелей эфирді жүргізу керек. Бірақ өзім еш жерге бір ұсыныс тастаған жоқпын, мен жүргізушілікпен айналысайыншы, бірақ мынау санада ол енді қазір модно болып кетті ғой, актуальный тема, іштегі вибрация нені егер сыртқа қарай жіберетін болса, ол вибрация кері қарай еселеніп келеді. Ниет қой. Иә, ниет қой енді. Бүгінде толқында жүрміз деген қазір заманауи сөйлеп толқында жүрміз деген әңгімеден сондықтан да сондай бір ниетті айттым, ол ниет толқынмен кетті, толқынмен еселеніп Әйгерім Шаймерден звондады. Дастан, біз енді баяғыдан бірге таныс жандарымыз, өте жақсы қарым қатынаста. Әйгерім айтады, Дастан, осылай қалай қарайсың? Таңғы бағдарламаны тікелей эфирді жүргізуге. Біріншіден сескеніп қалдым. Себебі тікелей эфир, оның үстіне таңғы бағдарлама және де бір енді күрделі каналдардың бірі ғой, енді хабарда болайын деп жатыр. Еліміздің беткеұстар каналдарының бірі. Содан ішімнен ойладым, біріншіден жоқ дедім де, екіншіден жоқ. Сөзбен емес, ішімде өзімен өзім Дастан қоя қойсай деген әңгіме болды. Содан кейін айттым, бұл негізі беріліп тұрған енді мүмкіндік, Дастан осыны қолданып қалу керек. Мен айттым, мен жақсы Әйгерім. Не ғой, мысалы қазір енді сіздерде статистика бар ма? Таңертең көре ме ана төре? Неге сен сондай сұрақ қоясың маған? Мен ол нәрсеге жауапты жан емеспін. Жоқ, сіздер статистиканы білмейсіздер ме? Мен қарамаймын да оны. Просто мені шақырған кезде мен ойладым, көре ме қажет телек? Менде мысалы үйде телевизор жоқ. Сен бекер етіп ойлайсың. Енді или мен жас болғаннан соң. Жоқ, сен жас болғаннан кейін, бірақ сен өсесің, өскеннен кейін міндетті түрде сен телевизор қарайсың. Сен ойлама, мен жас болып жүріп, өмір бойы осылай телефон немесе ноутбуктың алдында отырамын. Жоқ, менің ойымша адам есейгеннен кейін оның далаға шыққысы да келмейді, тәбеті де болмайды. Сондықтан да үйде көбірек уақыт өткізгісі келеді. Сондықтан да үйде отырған уақытта не? Кресло качалкаға жатып алады, теледидар қосады, болды. Менің ойымша солай деп ойлаймын. Таңертең ояну без проблем сізге, иә? Жоқ, қазір ешқандай қиындыққа соқпайды. Оның үстіне кейде мысалға түнгі сағат 3-те ұйықтайсың, немесе 2-де ұйықтайсың. Сөйтесің да таңғы сағат 5-те будильниктің шырылына оянасың. Бұл жерде тікелей ұйықтар алдында өзіңе қоятын задача ма? Иә. Задачаның қазақшасы одай ғой. Тапсырма. Иә, тапсырма. Иә, өзіңе бір белгі беріп қоясың да, қоңырау шалынды ма, тұрдың, киіндің, кеттің, болды. Дәл 2 сағат ұйықтадың, 1,5 сағат ұйықтадың ба, тұрдың, будильникке кету керексің. Жаттығуын жасап аласың, сергіп аласың, кеттің. Идеально. Болды онда, білем, мен просто маған айтқан кезде мен айттым, ну ладно, көрейік, но мен не думаю, то, что адамдар көреді, деп сөйтіп сәл тигіз жерін ойын намыстарына біраз. Содан кейін қонды Айкүн сен тепкілеген. Өте дұрыс дегенсің Айкүн. Меккеге барып келдіңіз? Аллаға сан шүкір. Недавно болғанда, иә, 1 ғана болды. 1 бұрын келдіңіз. Аллаға шүкір. Екінші рет ба? Жоқ, бірінші рет бардым. Бірінші рет бардыңыз ба? Ойбой. Қалай онда ше? Мен просто өзім бардым. И не ғой андай, 1 аптада негізі чуть-чуть очухаться сложно же. Ну, я не привязанный человек. Да? Иә. Нормально. Менде іште бар. У меня анау недосказанность қалып қалды ғой, недосказанность деген сияқты ғой. Маған сәл жетпей қалды керісінше. Неше күн болдыңыз? 7 күн. 4 күн Меккеде, 3 күн Мединада.
Бірақ енді мен 3 күннің 2-уын ғана болдым да, 3-ші күні маған Алматыға кері қарай ұшу керек болды да. Дейм арада біз ұшақтың билеті айырбастадық та Алматыға қайтып ұшып келдім. В принципе, Жалпы өте бір әсерлі сапар болды, расында. Оның үстіне менің айналамда біріншіден менің анам, ол ер азаматтың мойнына бір ілінген парыз, міндет деп ойлаймын да. Сондықтан да сол міндетті мен атқаруға, соны атқарғаныма біріншіден өзімді бақытты сезініп келдім. Екіншіден, енді Алла кешірсін, бақыт деген жұмақта ғана жәннатта бар дейді ғой. Бұл жерде бір керемет көтеріңкі қуанышты сезіммен оралған болатынмын. Өйткені анам сапар бойы өзінің разылығын айтып келді маған. Ол оны көзге жас алып та айтуға болады, күліп те айтуға болады, керемет бір сезімге беріліп айтуға болады. Бірақ жалпағымен айтқан уақытта ол ер азаматқа ең бірінші бір ең әсерлі не шығар? Рахмет шығар деп ойлаймын. Анадан келген ең әсерлі рахмет. Ол балаң емес, жарың емес, халықтың да емес. Ол анаңның саған рахмет деп айтқанның ең жоғарғы дәрежесі. Мен саған разымын балам. Болды ғой маған, Алла қаласа, жұмақа. Алла қаласа. Енді сол сезім, оның үстіне, менің ұстазым, өмірлік ұстазым, бірақ одан бөлек ол кісі менің анамның туған сіңлісі, Шолпан Түспекова деген коуч, тренер, қазір елге өте керемет бір білімін насихаттап жүрген жандардың бірі. Қаржы сауаттылығы ұтылады. Бірақ ол қаржыны, қалай айтсам, рухани бірге үйлестірген да. Бұлай енді дінмен алып келген уақытта жан-жақты дұрыс. Ақтөбеде? Жоқ, апам деп сөйлейміз ғой. Ақтауда болған екен, Ақтауда тұрады ол кісі. Ақтауда. Недавно барып келдіңіз, иә? Мен көрдім. Сол кісі бар, содан кейін анамның әпкесі бар, және тағы бір сіңлісі бар. 4 апамыз бар, және нағашы ағам бар. Осылай. Күнде сен кешке қарай дастархан басында әңгімелесесің, кездесесің, ұялы телефон жоқ. Әңгімеден әңгіме жалғасады, оны барасың, сосын дұға, тілек, ниет, намазыңды оқисың. Анау көріністің өзі бар ғой. Айналаңның бәрі тек қана бір сені мейірімге толтыратын айнала ғой. Мейірімге толтыратын. Бір қызық жағдай болды. Менің кетіп бара жатқан уақытта достарым бар, жанұялы достарымыз бар. Бақыт деген мырза, сосын Райхан деген ханым, ерлі-зайыптылар. Ол кісілер бұған дейін барып келген. Сол айтады да маған, Дастан, сіз жанның тыныштығын табатын жерге бара жатсыз деді. Енді ойымда ештеңке жоқ. Мен негізі енді көп естідім Мекке туралы. Өте көп әңгіме айтылды, осындай жер деп. Бірақ енді андай предвзятый отношение жасағым келген жоқ та, алдын ала бір ойластырып, немесе осындай болу керек, немесе осындай бір ожидание қойған жоқсыз өзіңізге. Иә, сондай бір күтім болған жоқ та, ол жерге барарда. Содан не керек? Ерекше бір сезімді сол жерге барып сезінейінші дедім. Бірақ оказывается, ойлашы. Мен Меккеге барам деп шынайы ниетімді білдірген күннен бастап ол сезім басталған. Ол сезім басталған. Енді бұл ақпаратты кеше ғана өзімнің контентіме салып қойдым десем, бірақ сіздермен де бөлісе кетейін. Мен қиналған сәтім болды басында кішкене. Өйткені күтпеген жерден жарымыз екеуміз бір жобаға ақша салдық. Енді бірақ пауза ұстауға болатын еді, бірақ енді мүмкіндік келіп тұрғаннан кейін салайық дедік. Соны салдық та, енді орыстар айтады ғой, пайса надо затянуть деп, белбеуді тартып қойып кішкене бір эконом режим. Эконом режимге қосылу керек. Содан не керек? Эконом режимге қосылған уақытта Шолпан апам айтады, Дастан, осылай Меккеге барайық. Одан кейін болған ақпарат па, иә? Одан кейін болған. Жоқ, енді оның үстіне мен ойладым, жұмыс болып қалуы да мүмкін шығар деп. Содан апам айтады, Дастан, осылай ақпанның 18 күні шығатын болып жатырмыз. Негізінде қаңтарда шығу керек болғанбыз. Қаңтар айында. Бірақ қаңтар айында ол кісінің мүмкіндігі болмай қалды да, соны мен пауза болып қалды, мен ойладым, ол шегеріліп қалған шығар деп. Бірақ апам звондап 18 ақпанда кететін болды. Енді андай ер азамат болғаннан кейін расымды айтайын, жоқ деп айтуға апама ұялдым кішкене. Жақсы дедім. Жақсы, барамыз. Содан кейін ол кісі айтады, Дастан, ол өзінің апасы ғой, менің анам.
мен өз апама өзім ақша төлеп алып бара жатырмын дейді да ол кісі. Мгм. Жаңағы тағы да бір сіңлісі бар, бір апасы бар. Үшеуіне және өзіне ақша төлеп кетіп бара жатыр апам. Сосын мен апама айттым, жоқ Шолпан апа олай болмайды дедім, мен өз анамды өз ақшама апарамын дедім. Мгм. Ол менің мойныма Иә, ілінген әрине, міндет, иә. сондықтан да мен өзім апарамын. Ну, апам тіпті ой Дастан ондай болса маған тіпті жақсы болатын еді, кішкене жеңілірек болатын еді. Мен жақсы ойда ештеңе жоқ. Сөйтіп ол болатын болып, енді ойша санаған уақытта әжептәуір қомақты ақшаға келіп тірелді. Мгм. Ал енді біз эконом режимде отырмыз, жұмыс сондай қатты шығып жатқан жоқ. Мен түсініп отырмын. Мертвый. Иә, қаңтар. Көзбе көрінбеш деген сияқты. Десе де бірақ енді не істейсің? Бірақ іште әрине бір қобалжу сәттер болды. Болмай қалама, қалай болады екен ертең апамның алдында. Бірақ енді сен ер азамат болғаннан кейін өмірдің аласапыран сәттеріне, тағдырдың тәлкегіне төзген жансың ғой, сондықтан да жоқ дегенде айналамда ағайын да жетеді, достар да жетеді, мүмкіндік табуға болады, ең бастысы ниет. Бірақ бәрібір қобалжу бар. Енді қалай айтсам, жауапкершілікті тым қатты сезінетін жандардың бірімін, сондықтан да мен ойладым. Сөйтіп отқан уақытта бір жұмыс шығады ғой, ойлашы. Аха. Жұмыс шығады, ол айтады, ақпанда болады бұл жұмыс дейді ғой. Ақпанда сізге қажетті қаражатты менің төлейін деп отқан ақшамнан 2 есе менің табысым келейін деп тұр. Аха. Бірақ ол менің алдыңғы жұмысыма тіпті жақсы болайын деп тұр да, қазір ары қарай оны дамытуға. Екі жақтан да плюс болып тұр ғой. Иә, екі жаққа да. Жолды да төлеуге болады. Бірақ 18 күні съемка басталады дейді ғой. Сол уақытқа ма еще? Иә. Ол үшін бір күн емес, жоқ дегенде бір 3 күн ба 4 күн түсірілім болу керек. Енді не істеймін? Мына жақта жұмыс қысып жатыр. Жаңа қаржылай сенің Көңіл жауапкершілігің қайда бар. ол кезде? А? Көңіл қайда болып тұр қазір? Ол кезде, сол уақытта. Ол кезде көңіл қалай айтсам болады, анау Перевес болады ажырасқандар ондай қаяққа кезде. тұрады деген әңгіме білесің ба? Иә. Ажырасқандар тура сондай сәтте тұрмын. Нақты бір жерге енді предпочтение дейікші, жұмыс жаққа қарай беріп тұрмын, қаражат жаққа қарай. Будем Себебі, иә, честно будем, пендешілік бар. Қазіргі жағдайды жақсартып алуға нақты осы уақытта мүмкіндік бар. Давление мамаңыздан болған жоқ па? Что там не болды? Жоқ, менің анам ол кісі өзінің сіңлісі апарады деп ойлап отыр. Мен апарады деп ойлап отқан жоқ. Ол керісінше Шолпан апамнан естіп, Дастанда баратын болды дегенге қуанып отыр ол кісі, түсіндің ба? Ой, менімен бірге балам болды, балам менің қасымда болады деп. Салмақ салып тұрған жоқ, короче. Жоқ, бізде анамыз, мен білмеймін басқалардың аналары қандай екен, бірақ сол кездің аналары менің ойымша балаларына салмақ салудан кішкене ұялатын кісілер ғой деп ойлаймын. Әлі күнге шейін де бар, мен айтам, анам, сіз маған қанша керек екенін айтыңызшы нақты. Ақыры ести алмай қойдым. Сонымен аймай одан қайта өзім жіберіп отырамын деп сонда шешімге келдім. Содан не керек? Апама звондадым, Шолпан апа, осындай жұмыс шығып тұр. Мен сол жұмысқа қалам. Өйткені мынандай. Ол кісі жаңағы жұмыс туралы білет. Ол жаққа ақша салған білет. Өйткені мен ол кісімен кішкене енді кеңес алдым да ол кісіден. Сол кезде айтты, Дастан, өте жақсы жоба, салынсаң сал деп. Содан не керек, апама звондаймын, апа осылай жағдайды білесіз ғой, ол кісі айтады, иә білемін, Дастан. Енді өзің қара, бірақ мен билет алып қойдым ғой дейді ғой. Да, вы че? Мен үшін де билет алып тастаған ғой, түсін ба? Енді ол кісі сеніп отыр ғой, Дастан қазір келеді, содан кейін қаражат сосын жауап істей салады, болды деп. Шолпан апа, тоқтай тұрыңыз қазір деді. Қазір тоқтай тұрыңызшы деп. Сол кезде таңдау керек болды. Міне, нағыз керекті сәт, менің бір күнім кетті соған. Өтірік соқпай ақ қойын, бір күнім кетті. Бірақ Шолпан апам маған айтады, Дастан, сен тез-тез жауабын бер. Себебі мен билетті қайтара алмаймын, бірақ мен сенің орныңа басқа адамды қазір сапарға алып кету үшін алдын ала оның фамилиясын, бәрі аты жөнін енгізу керекпін деді. Жақсы дедім. Күні бойы осы ой. Не істеймін, қалай болады? Жаңағы жұмыстағы кісілерге звондап айтамын, мүмкін датаны ауыстырамыз. Олар жақсы, біз қарайық деді. Бір қуанып қалдым да, мүмкін расында үміт бар да сондай. 3 сағаттан кейін кері қарай жауап қайтарды, Дастан. Ол жерде
ауқымды жоба да, ол бір ғана адамның мойнына ілінген тапсырма емес, ол бірнеше локация бар, жан жақтан қаладан жаңағы конкурсанттар келеді, үйтеді бүйтеді, оның бәрі дайындалып қойған, зарезервировано деген сияқты. Соны мен не Тек керек? сіздің жауапкершілігіңізде емес. Иә, Мгм. соны Қандай жақсы жоба дедім. айта аласыз ба? Караоке жоба караоке, иә. біздің республикалық дәрежеде, Мгм. бірақ ол жерге кәдімгідей кәсіби әншілерді шақырады. Сіз онда қатысушы ретінде Мен боласыз ба? басты председатель жюримін, және Ага. де басты жүлденің бірі менімен бірге ән айту. Сол әнге бейнебаян түсіріп, сосын кеңінен таратылу оны. Ә, Конфетка ма? Иә. Содан не керек? Онда мен айттым, мен бара алмаймын дедім. Сөйтіп едім, жаңағы айтады, сіз бара алмасаңыз біз қарсы емеспіз, өйткені мен айтамын да, билет алып қойыпты. Аха. Сол үшін мен бару керекпін. Билет алып қойса, жақсы, сонда біз сізді келесі маусымға шақырайық деді. Аха. Осы маусымда біз ештеңені өзгерте алмаймыз, біз басқа артист іздейміз. Жақсы дедім да, үйде жаңағы енді жарыммен де сөйлесіп жатырмын, ол кісі айтады, әрине сен анаңмен барғаның дұрыс деп. Енді десе де, егер жоқ, қаражат керек, ойбай жұмыс жасайық деп жарың айтса да, кейде мен айтайын, әжептеуір жасқа келген ер азаматтарға кейде осындай бір әңгімеден болып, сен біріншіден қай жерден қысым көрсетіледі, соған бет бұрып кетуі мүмкін. Мгм. Бірақ десе де енді үйіңдегі сенің тыйлың саған айтып отыр, осындай мүмкіндік бар, билет алынған. Сосын іште айттым, Дастан, жақсы. Апама звондадым, Шолпан апа, мен барам дедім. Мгм. Анамды өзім алып барам, еш уайымдамаңыз. Сол сәттен бастап, мен алдында қобалжып жүрген күндерім бар ғой, сол сезім жоқ болып кетті. Мгм. Кәдімгідей жоқ болғанда тіпті жоқ емес, әлсіреп кетті кәдімгідей ондай сезім. Қобалжу сезімі әлсіреп кетті. Табылмай қалады ау деген нәрсе, Қанша күн қалды? қателеспесем, бір 10 күндей қалды. 10 күндей қалды. Сосын жұмыс шыға қалды. Басқа жерден. Басқа жерден шықты Басқа ма? жерден жұмыс шыға қалды. Анаған болды, атмен Анаған атымен таки беріп қалды. тастадым. Иә, ол қалды, болды. Қазір кетті. болмайды да, сіз мүмкін екінші сезонына, иә, Ол таки сезон бола ма, болмай ма, ол бірінші А. сезонға тікелей байланысты. Болды. Сондықтан да Сіз мен бірінші тіпті сезонда үмітті жоқсыз. жерге, артпадым ол жерге. Үмітті артпадым. Жақсы. Егер жақсы болса, егер екінші сезон болса шақырыңыздар деп қалдық, мақұлдап. Ал бір жұмыс алдын ала предоплатасын жіберіп қойды. Бір екінші предоплата келді, үшінші предоплата келді. Жабылып кетті ма қайтадан бәрі? Иә, әйтеуір ыңғайына ыңғай келіп жатыр. Десе де енді ойдағыдай сома емес, бірақ бір ауыртпашылық салынған жоқ та. Мгм. Менің ойымша енді Алла тағаланың шеберлігі ғой ол. Сен оған баратын сапарда сен оған қиналмай келсең екен деген сондай бір өзімде ой түйдім да. Аха. Бір андай бір өкінішті сезіммен емес, әттеген-ай деген сезіммен емес, расында бәрін жақсы жағынан бүйтіп айналамды қоршап кәдімгідей жастыққа бүйтіп мамыққа мен салып қойып өзіне шақырғандай болды. Тек құлшылық. Тек құлшылық жасау. Әдем. Мен бағанағы сенің сұрағыңа жауап қандай сезімде болдың, сол сезім осы жерде Астанадан басталып кетті ғой, ойлашы. Ана жерге жеткен уақытта біз енді жаңа ұшақта Ақтауға ұшып бардық, Ақтаудан тікелей Меккеге ұштық. Ақтауға ұшып бара жатқан уақытта жаңағы анам түнде тұрып бетінен құшақтап сүйіп, балам рахмет соны айтып, азанда тұрып, Шолпан апам тұрып жаңағы енді анам ойлап отыр ғой мені сіңлісі апарады деп. Сөйтіп Шолпан апам айтады, мен сіздерге жақсы жаңалық айтайын, Дастан өз анасын өзі апара жатыр деп. Ой, ол жерде апалар қуанып, енді апалардың қуанышы бөлек қой, ол кісілер туған апалы сіңлілер өздері бір-біріне өте сондай берік кісілер. Енді біздің жанұямыз дейікші, менің бөлелер арасындағы барлық біздің ағайын туыс бірлігіміздің ауызбіршілігі сол аналарымыздан бізге дарыған. Өйткені ол кісілердің ауызбіршілігіне сүйсініп қарайсың да. Содан енді өсе келе көресің қандай. Содан не керек, ана рахметті алып, алғысты алып кеттік. Ұштық, жаңағы алғаш шетелі ма? Мамаңыздың алғаш шетелі ма? Жоқ, алға сапарға апарып жүрміз ғой. Хикрам халіне кіретін сәтті айтқым келіп отыр. Хикрам деп. Ихрам халіне. Содан не керек? Хикмек трейлмен қосып жібердіңіз ба? Десең де. Ихрам. Самолетте кірдіңіздер ме? Самолетте кіресің. Маған ұнағаны
енді ләббәйк аллахума ләббәйк айтасыз дейді ғой. Иә. Мен сөзін сол жерде жатырып келе жатырмын. Бірақ мен кітаптан қарап отырып жатқан жоқпын, мен естіп отырып жатырмын. Иә. Ана самолетта кәдімгідей, айтады ғой. иә, қатты айтады. Жоқ, алдағы кісілер кішкене мүлдем айтпай отыр, іштей айтып отыр ма екен, мен алдынан естіген жоқпын, бірақ артымда бір 3 жігіт па конкретно отырып алған. Менің ойымша бірінші умырас емес. Жоқ дегенде вокалды қосқан жоқсыз. елар өздері де сол вокалмен, сен ойлайсың, Сіз андай вокалмен айтып отқан мен екінші дауыс қосып кеткенсің ғой, түсіндің ба? Яғни арттағылар түсінбей қалады да, мен екінші дауысты қосып, мен автомат түрде қосып отырмын ғой екінші дауысты, немесе октава төмен ала саласың да. Бірақ солармен үнемі айта қайталай кәдімгі ләббәйк аллахума кіріп кеткенсің ғой. Сосын арасында да сен ойлашы, бірақ сені настолько сен біріншіден осы жерде жаңағы бүкіл неңді заттарыңды алатын кезде біз хикметке бардық, расында хикметпен бардық. Сол жерге барып, ол жерде ұстаз сені прокачивает конкретно, түсіндің ба? Сосын сен уже кетіп бара жатқан кезде, енді баратын кезде міндетті түрде әңгіменің бәрі сол күні шығып қалғандай болады ғой жан жақтан. Мынау әңгіме айтады, мынау әңгіме айтады. И сен уже іштей сен настроенсің, и сенің ішіңдегі нәрсе тек қана позитив, мейірім, жан жаққа тек қана жақсылық. И оның үстіне сен Меккеге келе жатқан уақытта сен құлағың айтады, сен ихрам халіне кіретін кезде сен боқтамау керексің, балағаттамау керексің, жаман ойламау керексің, шыбын шіркейге не то что өлтіру, тиіспеу керексің, ол жаққа бүйтіп қараудың өзі не очень деген сияқты. Сондықтан даже сабынмен қылдың бұл. Иә, ол дәретің ғой сенің, да. И сен ойлайсың, сен сондай и так сезімдесің, ты прокачан, ты заряжен на такое ощущение. Айналаңда соның бәрі саған дәл сондай сезімде отыр адамдар, и сен сондай вайптасың, и сен Меккеге кіріп келесің де, сен сол жерде жетекшін күтіп алады, ұстаз дейміз да, сол күтіп алады да, ол да сені добивкаге тағы прокачивать етеді, сол сені ана жерде мына ощущениемен. Сіз қазір қағбаға қарамаңыз, сол қағбаға жететін кезде көзіңізді астынан көтеріп қалған уақытта андай впечатление болады. Ананың бәрі кәдімгідей сказкамен кетіп бара жатсың. Еще әлі ләббәйкті айтып келе жатсың. Жоқ, біз барған уақытта, қателеспесем, біз құптан намазына түсіп қалдық. Иә. Содан кейін құптан намазын оқып алып, содан кейін барайық деп. Енді біз тураны сағатта тұрамыз. Базар. Иә, сағатта демі тұрыпсыз. Сосын тұрғанды да, енді жақсы, андай премиум класс дейміз, сонымен кетіп бар. Мәшинелер күтіп алды. 19-шы этаждасың, и сенің терезең тура қағбаға қарайды ғой, былай по центру тұрсың сен. И сен өзің нөміріңе көтерілесің де, саған жаңағы жетекші айтады ғой, қарамай қойыңыздар дейді ғой. Одан қайта қараған жоқсыздар ма? Қараған жоқпыз. Одан қайта жаңа астына түсіп, G этажына түсесіздер, содан мен сіздерді жетектеп апарам. Сол жерге шыққаннан бастап ләббәйк аллахуманы айтамыз. Содан не керек? Түстік лифтпен. Құптанды, намазды оқыдық. Анау намаз 29-шы этажда оқисың да, көпшілікпен, жамағатпен. Тоже күшті мешіт қой. Сол жерге барып алдық та, енді ана жерде терезе бәрі ашық, біздің бөлмеде перде бар, жақсы жабық, ана жер ашық, ана жерде қарап жібергім келеді да, қасымда нағашы ағам бар, екеуміз жаңа жерде, мына жерде артқы жаққа тұрып, иә, сапқа тұрмай, артында екеуміз ғана сап болып тұрып алғанбыз, сол жерде намаз оқып алдық құптан. Намаз оқып алдық та кеттік, түстік, G-ға түстік, анау торговый центрмен өтіп барасың ғой былай. Ал енді ләббәйк аллахуманы бастаңыз деген уақытта, ал бір сезімге келгені бар емес пе? Босап, кәдімгідей іште. Иә, бір өксік пайда болып. Кәдімгідей өзінен өзі алып кетіп бара жатыр. Мен ананы... отчет бере алмайсың, не үшін кетіп жатқаны, иә? Отчет бергім де келіп тұрған жоқ мен. Дым да бергім келіп тұрған жоқ, ақыр келді ма, онда ұстамады. Содан... Мен әкетіп бара жатырмын, жылап жіберемін, өзім алға қарай, жаңағы анамның енді бұл жерде ой ғой, анамды ешкім неғып кетпесе екен, әйтеуір жығып алмасам екен, анамды қорғаштап, жаңағы оның үстіне жаңағы жетекшіміз айтып жатыр, сіздер былай ұстаңыздар, екі жақтан былай, мен алдынан жүремін деп, жақсы деп келе салып. Ортаға әйел адамдар. Иә, ортаға аналарымыз салып қояйық деп. Содан келе жатырмыз, кетіп бара жатыр. Сонымен әлі кетіп бара жатыр, ләббәйк аллахумма, бірақ ана іште тоқтамайды. Өзінен өзі келеді, қайдан бұрқ етіп жарыла қалады. Содан бір моментте тоқтап қалдық. Мен ойладым, қазір қарайтын шығармыз деп.
сөйтсе бүйтеді. Осы сенің анаң дәретханаға барғысы келіп кетті. Мен ойладым ғой, ана сезіммен Уже көтереміз басты деп. Көтерген уақытта вообще ана жақта қазір взрыв болатын шығар деп. Содан не Күте тұрдыңыздар. күттік енді бәріміз енді бірге. Анам кірді, сосын тағы бір нағашы апам кірді. Сосын дәретханадан шықтық та, сол кезде мен кішкене бір сабырға келдім. Сабырға келіп, Сіз сол чувствомен кірсеңіз вообще өкірушіңіз кірдіңіз. мүмкін де осылай кіргенде дұрыс шығар. Әр нәрсені жақсы жағын қарасаң дейді ғой. Иә. Сонымен кірдік, Қағбаны көрдік, тағы да бәрібір келді десе де. Иә, өйткені тілек, ниет, дұға оқып жатсың, ойлашы, айналада қаншама адам, біреу мына жақта жылап жатыр, зерлеп, біреулер жүгіріп жүр, біреулер айқайлап жатыр. Ананың бәрі сені бір басқа бір әлемге алып кетеді. Басқа әлемге. Мен енді, қалай айтсам, мен реалистпін. Мен енді қазір. Мен кейде бір енді пендешілік деп айтпай-ақ қойыншы, менің санамның кішкене без фанатизм қабілеті кейде бір, без фанатизмі болған уақытта күмән тудырады да енді. Кейде бір ертегі сияқты болып естіледі бір әңгімелер. Бірақ енді мұсылмансың, осы өмірді ұстанғаннан кейін, осы жолмен келе жатқаннан кейін сену тиісті сияқты болып, сондай тиісті сияқты болып көрінетін да. Бірақ сол жерге келген уақытта бүкіл тиістіліктің бәрі, міне, тұр, сен қазір осы жерде тұрсың, осы мекенде қол жайып тұрсың, қарашы айналаңа. Кейде менің үлкен ұлым айтады, әкем, мен кішкене сенбеймін дейді маған. Бізді кішкентай кезімізде әкеміз желкелеп, осы ислам дініне әкелдің, сен осындай деп ешқандай тәрбие берген емес. Ол біз өмірдің ағымымен осы исламға келдік, мұсылман болдық. Айналамыз сондай болғандықтан. Енді балам кішкене қаланың баласы, ол тікелей айта алады да, әкемен сенбеймін әзірге. Мен сосын балам айтамын, балам әзір уақыты келген жоқ шығар деп ойлаймын. Бірақ мен саған бір айтқым келетін, ойлашы, әлемде 1/3 бөлігі Аллаға сенеді. 1/3 бөлігі ислам дінінде. Сен қалай ойлайсың? Сенің бір ғана сенімің бе, әлде осы миллиардтаған жандардың? Деген сондай, бірақ оны мен ешқашан көзбен көрген емеспін ғой. Оны мен тек теориямен ғана білемін. Әрине енді Қағбаны көрдік, видеосында көрдік, айналадағы жүрген адамдарды естідік сырттай. Бірақ көзбен көру әлдеқайда бөлек сезім. Сол кезде бүкіл жаңағы күмәннің бәрі артқа кетті. Барынша сол жерде енді уже тауафты жасадық, умрамызды жасадық. Нереально қысыласыз? Жоқ, біз қысылған жоқпыз. Сіздер аз кезде бардыңыздар ғой? Иә, саябырсыған кезде бардық біз. Құптаннан кейін кішкене адамдар намаздан кейін менің ойымша барып тамақтанып алып, өйткені бір тауафты жасаған, сосын қайтып келеді ғой деймін түнде. Бірақ көбісі түнде жасайды. Сосын азында жасайды. Таң кезінде. Мен сондай сезім. Сондықтан да ары қарай Мединаға бардық. Енді бәрін айта берсең негізі ұзақ. Айта беріңіз, уақытымыз бар деп. Жоқ, просто ананша айтайыншы. Сізге анаңыз заставлять еткен жоқ қой тоже, бірақ андай исламды? Жоқ. Сіз просто айтасыз да, мамам бұрыннан намаз оқиды 5 уақыт дейсіз, бірақ ол андай болған жоқ қой. Сен де оқы деген болған жоқ қой? Жоқ. Өзіңізге? Біздің ата-анамыздың өте бір жақсы қасиеті, ешқашан бізді бірдеңеге арнайы бүйтіп өз күшімен салған емес. Өзіңіздің мамандығыңызды өзіңіз таңдаңыз, өзіңіздің жарыңызды өзіңіз таңдаңыз, өзіңіздің өміріңізді өзіңіз таңдаңыз. Ең бастысы, енді ол кісілерден бізге дарыған нәрсе ақ пен қараны ажырата білу, үлкенді құрметтеу, біреудің ала жібін аттамау, балағаттамау. Осындай қағида, қарапайым қағида, бірақ біздің санамызға құйып тастаған. Сөзбен емес, істермен құйып тастаған. Әкем біреуді алдаған мен ешқашан көрген емеспін. Сөйледі ме, сөйлеген сөзінде тұрады. Сосын әкемді қанша өзі Аққұба деген кісі кәдімгідей, статный өзі. Кезінде актер болам деген ғой. Тракторист болып кеткен да. Бірақ сөйлеу... Ол уақытта тракторист деген негізі андай нормальный мамандық болса. Мен айтайын, дерзкий трактор айтады ол кісі. К700 рядом не стоит, ана трактордың қасынан, ойлашы.
Киевск деген трактор болды, оның ковшы 5 тонна көтереді, 5 тонна. Менің әкемнің авторитеті Жаңатаста әкімнің авторитетінен жоғары болды десек кем емес шығар деп едім. Неге дейсің ба? Өйткені менің әкем және соның Қалдыбек деген досы бар, екісіде сондай трактор бар. Менің әкемнің жүрегінің кеңдігі, дәке, ана жақта көмірім бар еді, алып келе салшы сен. Ешкімнің көңілін қайтармайды, ойлашы. Барады да айдалада 5 тонна ковш тартып берді, есігінің алдына тастайды. Дәке, мына жаққа көтеріп жіберу керек еді. Ауылға екінші Анау әкім болып ковш, жүр ме? иә, 3-ші этажға шейін көтереді, ойлашы, ковш. Кран, любой жерге бірдеңке столбын қою керек па, қойып беру керек, туф көтереді, қоя салады. Ананың тезегін әкеп береді, мынаның бірдеңкесін әкеп береді, солярка келмей жатыр десем, бочкадан қойып солярка бере салады, сондай кісі болды. Одан кейін енді мәрттік нәрсе, өте жомарт кісі болатын. Бір қызығын айтайын, біздің директорымыз, менің апайым айтатын. Біз енді Алматыда бөлелеріміз оқиды, ол кісілер өздерінің соңғы жаңағы Алматыда киген киімдерін шамалы кішірек болса болды, ауылға жібере береді ғой. Біз енді ағаның киімін киіп өскен балалармыз ғой. Соны сен шырттай киін аласың, палматинский стилягасың. Соны апайлар ойлайды, андай болады, енді мектепте ақша жинап жүреді ғой, әлі күнге шейін жинайды ғой. Соны дастан неғып айтқан, мен кішкене қазір ақша болмайды. Сен байдың баласы, неге ақша жоқ, сен қайдан білсін, мен трактор егісіп аласың. Сондай бір дәрежеде болды да енді. Алла шүкір, сол ата-анамыздан сондай жомарттықта қалған. Енді өтірік айтпай ақ қойын, әкемнің жомарттығындай менің бойымда жомарт әлі мен көрген жоқпын. Бірақ менің ойымша сондайға келемін ғой деген ниеттемін. Алла сондай күнге жеткізсе екен деген ниеттемін. Анам деген өзінің әулетінен бөлек, жоқ енді өз жұрты, енді әкеміздің жұрты болды ол кісінің. Өз жұртына өзін барынша беріп тастаған кісі ғой. Бүкіл абысындарын, қайын сіңлілерін, балдарын, қайнілерін жинап алады да, оларға нормально әңгіме айтады, оларға жұмысты тауып береді. Естуімше, мен көрген жоқпын. Біз енді кішкентай кезімізде әкемнің қанша інісі бар, біздің үйде тұрып кетті. Қанша қарындасы бар, сол кісілер біздің үйде тұрып, тәрбие алып кеткен келіп. Қалаға келіп, ары қарай дамып, ары қарай. Содан сондай шаңырақта өсіп, енді сол құрмет керек, Алла жөнін аттама, өтірік айтпа, сондай сөзбен өскен адамдармыз. Андай не болған жоқ қой сол. Қыспақ болған емес. Өзіңіз келдіңіз, онда круто, енді ананы сұрайшы. Разницаны сездіңіз бе Мекке мен Мединаның? Қандай? Енді жалпақ тілмен айтқан уақытта менде Меккеден әсерленіп қайттым. Көбірек әсерленіп қайттым. Енді Мединаға келген уақытта ол жердің вайбы бөлек, ол жерде кішкене бір сабырлық немесе бір баяулық бар дейді да. Тыныштық. Тыныштық та сол. Анда кипиш көп па? Ана жақта кипиш көп дейді, бірақ енді сіз сағатта тұрғансың білінбеді ғой. Жоқ, мәселе сағатта тұрғанда емес. Мүмкін бәрібір ол жерде сен күнделікті құлшылық жасауыңа, жаңағы барып ана кісілерді көріп, сондай бір сол сезім сенде бір қаттырақ сияқты болды менде. Ана жерде енді бірақ Мединаның мешітіне кірген уақытта кішкене көзім былай деп айналама қарап, неткен әдемі мешіт, неткен әдемі көрініс деп ойлайсың да, содан бізге айтады, мына мешіттің ішіне бірден отырған уақытта 700 мың адам отырады дейді, ойлашы. Айналасымен қосқан уақытта 1,5 миллион адам отырады дейді. Сен ойлашы, сен анандай масштабтың ішінде отырсың. Сен оның үстіне өнер адамысың, сен стадиондағы вайбты білесің ғой. Сен ананы ойлашы, стадион, қаншама стадион мынаның ішінде бір оқыған уақытта, сосын жаңа біз намаз оқып жатырмыз ғой, намаз оқиды. Енді ол жерде әмин деп талып айтады. Енді қазір сол мазхаб. Біз өйтіп айтпаймыз. Біз ханафи. Олар әмин деген уақытта анау имамның оқып жатқан намазы бар ғой, жай ғана болып шыққан сияқты да, бірақ анау кәдімгі гүрлеп шыға ма дауыс? Баритон бар. Баритонның түр-түрі бар ана жерде, ойлашы. Гүррррр тағылады, сен қасында тұрсың. Сізге по-другому естілемі? Конечно, бәрі сразу гармония. Ана жерде диссонанс болып тұрған жерлерін тоже естейсің. Ана сап түзейміз деген сөздің өзі анарда прям мелодия болып шығады ғой, неден кейін. Ол жерде барлығы тіпті енді іштегі настрой ғой бұнда. Бірақ тағы да барғым келеді. Тағы да барып, тағы да соны сезінгім келеді.
тағы бір біле алмай қалған тұстарын артығымен білгім келеді. Меккеде сыртқа шықтыңыз ба, базар жақтарға? Жоқ, біз Меккеден шыққан жоқпыз. Біз жоқ, неге бардық енді? Арафат тауына бардық. Айша анамыздың мешітіне бардық. Өйткені Значит, біз бәдәл умра. 3 рет умра жасадық. Бәдәл умра. Иә. Әкеңізге, иә? Иә, әкеме жасадым, сосын өмірден қайтқан ата бабаларыма жасадым, өзіме жасадым. Болады екен, сен өзің үшін жасап кірсең де болады, бірақ біткеннен кейін умраның аяғында жаңағы енді шаш алмас бұрын. Сол кезде айтуыңа болады екен, бүгінгі менің істеген умрамның сауабын қандай кісілерің бар, сол кісілерді атайды екенсің де, сауабын бәрін осы кісілерге жаса көрші деп сұрайды екенсің. Сіз шаш алмадыңыз ғой? Мен 3 рет шаш алдым. Базар жоқ қалай өсіп кетті? Или андай Тақырлап алған жоқпын. Қысқартып. О жағы мен мұқият тыңдадым, мұқият сұрадым. Енді сізде концерт бар. 3 рет сұраған екен жаңағы кісілердің ішінен. Шашты түгел алмай, былай шашты қысқартқан адамдарға қалай болады екен? Жауап келмеген. 2-ші рет сұраған, жауап келмеген. 3-ші рет жауап сұраған уақытта жауап қайтқан екен. Ол кісілерге де солай жетеді деп, сондай сауаптан тиеді деп. Сондықтан да 3 рет алдырдым. Әдейі шашын қатты өсіріп бардым десең. Олар еще андай в круговую кәдімгідей айналдырып қысқартады ғой шашты. Былай жоқ. Маған басында айтқан, мынандай шетінен алады да тырс деп кесе салады деп. Жарайды деген. Содан аны алтта қайшыны кетіп бара жатыр. Мен де ертең эфир қазір көзім былай ботадай болып тұр, қалай істейін деп жатыр мына кісі. Ана жетекшіме айттым, бауырым, сен ол кісілерге айта қойшы. Максимум, минимум алсыншы деп. Ол уайымдамаңыз, олар істеп береді деп. Содан не керек? Бір жігіт кәдімгідей қайшысын алып, стилін алып жатыр дейші. Екінші умрадан келген кісі. Түрі настроение жоқ, видимо, шашымды алмай айтқан ғой деймін. Бірақ десе де алып жатыр. Ана еще алған сайын ана шаштың сантиметрін қарап отырсың, қанша түсіп жатыр екен деп. Енді іште ойлайсың ғой, бәрібір ертең туры тікелей эфирге шығып тұрсың, қалай болады екен деп. Енді жұмысыңыз ғой. Ана неше айтады ғой, Меккеде андай сабырлықпен кәдімгідей күресетін жер дейді. Сіз сезіндіңіз бе сабырлықпен? Мысалы, даже тауап жасаған кезде будем реалистами, иіс бар. Аяқтан тапта кететін бар, итеріс кететін бар. О жерде андай болған жоқ па, сабырлыққа өздерін шақыру? Ондай сәтте туған жоқ. Вообще нормально жүргеніңіз бе? Біз жоқ, бізге айтты ғой. Қаратасқа жүгіргенін көрдіңіз бе? Итер жібереді, не қылады, оған мән бермеңіздер. Сен уже настроенсың ғой, все. Позитивно, нормально. Бір кісі келді, ол біз 4 әйел адамды алып келе жатсақ, ол 20 шақты әйелді алып келе жатыр, ойлашы. Сосын мен итеріп келе жатыр. Бір қарасам, үлкен кісі, сосын бір қарасам, братан, мне тебя не жалко деді. Мне тебя очень жалко. 20 әйелді алып келе жатыр, сосын маған бүйтеді. Все, брат, давай жүре. Сабыр деймін. Жоқ, көрдім, андай бір қыспаққа келген сәттерде болды, бірақ сен бәрібір оны алдын ала түсінесің. Барлық адамдар ана қағбаға барғысы келеді, басын тигізгісі келеді. Сол сәтте екінші күні, енді бірінші күні біз қағбаға сондай қол жеткіземіз деп сондай ниет болған жоқ. Екінші күні жаңа жетекшіміз айтады, қағбаға барғыларыңыз келе ме, жеткілеріңіз келе ме дейді. Әрине бәріміз бір ауыздан жеткіміз келеді. Ешқандай қиындыққа тұрған жоқ. Жетекшіміз жайлап бір нені ұстап алды да өзін. Енді 50-ші умра жасап жатқан жігіт қой, примерно біледі ғой қалай істеу керек екен. Фук етіп алып келді содан. Ал енді тура қасына жақындай берген уақытта, мен жете берген уақытта алдында екі келіншек тақ деп отырып қалды да сол жерде намаз оқып бастады. Тура алдыңда сен не аттап өтейін, сен мына жағына. Сол тас жағы ғой, тас жағына келетін кезде. Ол жерде ең давка сол жерде. Иә, давка прям сол жерде. Отыра қалды да, былай шығайын, сен мына жақтан уже кетіп бара жатыр, мына жақта сен өте алмайсың. Содан не керек, әйтеуір бірден келіп бүйтіп біреу итеріп жатыр ма, шатақ жоқ, былай өзінде әйтеуір менің ойым анамды қысып тастамаса екен. Вот сол. Соның алдында жаңа Шолпан апам бар, қарадым, мына жақта анам, ағам екеуміз, екі жақтан жетекшіміз бар. Әйелдерді бүйтіп қолымызды әйтеуір қағбаға бүйтіп қойып алып, ол кісілер мына жерде бастарын тигізіп жатыр. Біз басымыз тигізуге уақыт жоқ. Біз ең басты сол кісілер защита ретінде ұстап алдық. И бір әйел сол моментте бар ғой. Мына жерден кір келді, менің апамның үстіне бүйтіп жата қалып анаған қолын тиіп жатыр. Бірақ енді бүйтіп астынан қарасам, басып тұрған жоқ та ол кісі. Үстіне ол кісі де тіреліп алған.
барлықтары бастарын тигізіп алыпсың бүйтеді ғой. Сотовыйын шығарады да түсірші дейді ғой маған. Түсірші дейді ғой. Я алла деймін. Алдымда сотовыйын алып, былай ұстап аласың да былай түсіріп аласың. Атылап түсіріп аласың, итеріп алып түсіріп аласың. Анаңа қарап қоясың. Ордан жігіттен сатқан. Мен ол жылап кетті, алды сосын шықты. Қой. Анам сол күні енді расында да өте бір керемет күйде болды. Жалпы барлығы. Өйткені қол жеткізді ғой. қол тигізді әйтеуір. Енді үлкен кісілердің сезімдері, оның үстіне анам сезімтал, Жолпан апам да сезімтал кісілер. Ол жерде жылағанда да аттың басын жайдақ жіберді ғой. Ер тоқымсыз. Содан енді Аллаға сансыз шүкіршілік сондай мүмкіндік бергеніне. Оның үстіне жетекшіміз өте бір жас жігіт болды. Сондай ашық, жарқын азамат та бір. Іштегі пейілі ғой деймін, ниеті де ма бәрі өте дұрыс азамат екен. 3-ші күні баратын кезде тағы да барғыларыңыз келе ме десем, анам да дерзкий келіншек қой. Барам дейді ғой, барам. 2-ші күні мен 3-ші күні айтайын, тіпті вообще қиындыққа соққан жоқ. Фук деп кәдімгідей бір жол тұрғандай бардық та, ол кезде өзімізде спокойно тұрып, айтып, тілегімізді айтып сөйтіп кеттік. Но қара тасқа тидіңіздер ме? Қара тасқа емес, ана тастың өзіне тисек болды деген ғой. Енді ана қара тасқа там вообще 2 этаж, 3 этаж шығып отырды. Но бірақ мен кейде сорда сәл түсінбей қалдым, если честно, как реалист, мейірім сәл жойылып кетеді именно қара тастың маңында бар ғой. Енді қыспақ бар. Мен где-то 5-ші стау жасап жатқан кезде жерде қан шашылып жатты ғой, төгіліп жатты, прикиньте. А тебя этому не программировали, да? Там же говорили, что настолько давка болады, кейде сол жерде адамдар қайтып жатқан сәттер болған. Ну да, Это же было же такое. Когда у тебя в подсознании есть это, сен андай қан, пан или талпа шығып жатыр. Вообще. Просто мен андай оқып бардым да, оқықанда бүйтіп болды. Прочь часовой жүйесін жетіреді. И туловищен бұрылуға болмайды, онда қате қалады деп айтты да. Максимум басыңмен андай, если что, сабыр дейсің. И енді не то что туловищем, артқа бұрылып жанымен бүйтіп беруге болмайды деген болып тұрған кезде, и еще қара тасқа барасың, егер де сен басқа мұсылмандарға мешать жасамасаң деген болды да. И мен сол немен келгіп бүйтіп түскен кезде ана жерде борьба болып отыр ғой кәдімгідей. Сол жерде сәл бүйтіп странно дедім. Еще әйел адамға тиюге болмайды деген оқығанда. Атам енді давкіде қалай тимейсің ойлашы. Ну да. Тиіп кетесің ғой, ол жерде сен әдейі тием деп ізденіп тимейсің ғой. Ол сен анау бисмилля Аллаху акбар деген жер бар ғой. Тура қара тастан бастайсың ғой сен, қол көтеріп сәлем айтасың да. Содан сол жер, өйткені артынан келе жатқанда сол жер пробка болады, өйткені тура сол жерден адам кіреді. Сол жерден адам кіреді, қол көтеріп сол жерде өздері де пауза ұстайды адамдар, и содан басылады. Кептеліс басылады, тік-тік-тік-тік. И сол пока кептеліс бүйтіп. Напротив жағында вообще изи. Қарама-қарсында жағында спокойно өтесің. Енді. Ну, в общем, сізге ол андай сабырлық жағынан бәрі. Сіз дайын бардыңыз ғой, значит, сіз, значит, гидіңіз жақсы болып тұр ғой. Гид, сосын самонастрой нормально, өте жақсы болды. Аллаға шүкір. Оның үстіне ойлаш. Бәрі соған сәтін әкеп тұр ғой, Алла тағала. Ертең енді екінші ретте мен енді әйелімді алып барғым келеді. Өзім жарымды. Енді ер азамат ретінде, міндет ретінде апарғым келеді. Және үшінші, енді Алла қаласа оның бәрін үлкен хажға барғым келеді. Өзім. Сол Арафат тауынан бастап, бүкіл хаджды істеп, енді бізге экскурсия жасады, экскурсияны қарап өтті, қай жерде қандай не болған, қай жерде тас лақтыру керек екенін, жаңа шайтандарға, қай жерде құрбандық қалып келгенін, қай жерде шатырдың астында жататын. Иә. Соның бәрін көріп, ана сезім ерекше сезім ол кәдімгідей. Историяны сол жерде тыңдап отырсаң, біліп отырсаң, жақсы. Сіз Iron Man ретінде сізге ол қиыншылық түсірмейтін сияқты, именно шатырда тұру, сәл спартанский условиялар бар ғой. Жалпы ауылда өскен балаға нормально. Ол нормально. Примерно представлять етіп алдыңыз ғой, Муздалифа. Әрине. Бірақ енді жаңағы қазақтардың палаткілері қанша?
бірнеше шақырым жерде дейді да андай ыстықта баруға болатын. Енді көреміз. Алла егер шақырса, оның ешқандай қиыншылығына мен андай бір төтеп бере алмаймын ғой деп тұрған жоқпын. Баруға болады. Болды, круто. Не, так, онша, ну, тамамдайық бұл теманы. Сөйтейік Бұл те. теманы қоя салайық. Сол ғой, бағана айтып едім. Әкетіп жатсың, әкетіп Ораза жатсың. болған соң айтыр, А? айтыла берсінші Жақсы, дегенім ғой. жақсы, Алла шүкір. Осы айда айтылмағанда қай айда айтылады ондай нәрсе. Оның да дұрыс, оның да дұрыс. Негізі мен по возможности бұндай нәрсені андай ғой, қазір өзі сәл қиын заман болып кетті де, андай қит етсе проблема іздейтін заман болып кетті де, и негізі андай позициямды көрсетпеуге тырысам. Именно діни жағынан да, не жағынан да. Но енді қазір енді благо қазір Рамазан болған соң, я думаю, меня просят люди. Өз позициямды да көрсеткім келмейді, и адамдарға да оны не хотел навязывать, потому что ол енді интимный нәрсе ғой, по-любому. Қит етсе дейсің ба, қазір қит еткеннен бұрын негізінен баяғыдан бар нәрсе ғой, қит еткен нәрсе. Қазір оның таралымы әлдеқайда жеңілірек болып кетті. Бірақ сіздер білесіздер ғой, бірақ адамдар просто бұрын пространство андай аз болды. Мүмкіндік аз болды көрсететін. Қазір трец деген бәле ой бол. Мен сол трецте жоқпын. Отырмайсыз вообще? Отырмаймын трецте. Кір көрген жоқсыз вообще? Жоқ, мен бір рет көрдім, кіріп, мен түсінбедім дейікші. Сол менің түсінбегендігім мені сақтап қалған сияқты бар ғой. Ол, значит, сіз бір 7-8 ай бұрын кіргенсіз жолда? Сондай бірден кесі. Пока не популярный кезде, бір түрлі адамдар жазады. Бір түрлі адамдар жазады. Соныңызбен қалған дұрыс аға. Мен сізге айтайыншы, мен просто сол кезде бір кірдім. Ой, неинтересный нәрсе, ана мынау, типа, Инстаграм удалить етуге болмайды екен, ты привязан деді, ладно деп удалил. Потом бір андай кейіп шыға бер, айналада еткен соң, кір кеткен соң, ой, жаман бар ғой. Кіресің, біреудің проблемасына басыңды ауыртып, жынданып отырасың. И так аздай дейсің. Соны айтам. Еще о жерде андайда, мысалы, сіз мысалы, как медийный адам, бірдеңе жазсаңыз, узнаваемый көрет көп адам. Анарада, білмеймін, вообще, неузнаваемый, түкте етпеген адам жазбасын жазса, сол популярно болып кетеді. О жерде, короче, медийность вообще не играет. Да, вообще сейчас медийность не играет. Да? Я тебе так скажу. Ну, в смысле, егер бір әншілік, сондай бір өнеріңдегі іспен болмаса, а былай сен сөз айтудан, немесе бір хайп болып кетуден, не важно, чтобы ты был звездным. Любой қарапайым адам бір ойына келген кейде бір санасына сыймайтын нәрсені істеген уақытта ертесіне бір адам ғана біліп, одан 100 адам естіп, 1000 адам. Сол адам кәдімгідей хит болып кетеді ғой. Енді ол дәлел болған дүние ғой қазір. Дым таңғалатын нәрсе жоқ болып кетті қазір, шынымды айтсам. Енді сіздің взглядпен қарағанда, әрине, енді біз жас болған соң бізге ол новшество болып тұр ғой. Енді сіздер енді ондай нәрсені қит етсе дегенді өзіңіз айтып отырсыз ғой. Бұрыннан бар бізде деген. Ауылда апаларымыз базардың әйелдері деген әңгіме білесің ба? Сіздердің замандарыңызда мысалы қалай болатын, сізде орда сіздердің замандарыңызда деп мен қай заманға апармын, сондай жұмаған десем. Мен енді зеленый кезімде сіздер андай праймерада жүрдіңіздер ғой, мен подсолом бегал. Это же факт же, енді мен сіздің заманыңызда деп айта аламын ғой. Заман дегенде кейде естисің да, заман осыны бір ғасыр болған бұрын дүниені заман қылып айтасың. 2005-2010-дарда дейікші, сіздер осы андай, мен просто ана видеоны білем, ол сол, наверное, ол 2015-терде қатты тарады ғой, ютубта бар ғой, сізде интервью НТВ-ға ма бірден беріп тұрса, и біреу машинамен айғылайтын бар ғой. Есалаң адамдар ғой, мен саған айтайын, есалаң адамдар бар ғой. Үшіңізде андай бұзық бала оян кетті ма? Сходу ғой ол кезде. Жондай түр бермейсіз ғой, записываем дальше. Пишем дальше. Мен оны бар ғой, таралып кететін білмеймін. Білсем де сол ғой енді. Ол солай болу керек нәрсе ғой. Тебя ни о чем взяли, облили, нормальная реакция, я думаю. Олар бар ғой, сәл тоқтайын деп бар ғой, тоқтаса екен деп едім мен сол кезде бар ғой. Жүгіре кететін. Иә, кететін. Негізі орда жас кезімізде бізде кішкене есалаңда болдық. Да, спочуымыз ма? Бір история айтып берейін. Ордамен қатысы бар. Біз Абая Фурманова, ол кезде Фурманова. Сол көшенің қиылысында Гинза деген ресторан бар, Гинза. Гинза енді ол кезде бір күшті ресторандардың бірі болып саналатын. 2004 па, 2005 па сондай.
Орда анау The Meaning of the Light'тан кейін кожаный костюмдерімізбен сол жерде корпоративте жыртып жатыр ана жерде. Айырып жатырмыз. Ол кезде ана Siemens деген телефондар ғой, кнопочный. Содан рингтон звонок келді ғой дейсің ғой. Алло, Дастан. Бір таныс қыз бар еді, кейде бір кездесіп қалатын. Алло, Дастан, қалайсың? Туда-сюда нормально, не істеп жатсың? Осы жерде жүрмін. Дастан, мына жерде сенің қарындасыңды мөлдірді ұрып жатыр ғой деді ғой. Тура Республика сарайы, Фурманов Абай. Түсініп отырсың ғой қай жер екен примерно, да? Бір-ақ квартал ғой. Кім ұрып жатыр? Олар клубқа барған, клубтан шыққан. Ол жерде менің туған қарындасым Гүлшат, бөле қарындасым Мөлдір и тағы бір қыз бар, есімде жоқ. Подружкалар. Подружкалар. Осылай Мөлдірді бір жігіттер ұрып жатыр. Микрофон тастағасын. Сіз прям концерттесіз? Или шығасыз ба? Корпоратив. Вечеринка деміз ғой енді. Мы уже выступать етіп болған сәтіміз ғой деймін. Екінші выступлениемізді вроде күтіп отқан сияқтымыз. Қайда екінші выступление? Жалғыз. Алуаға айтамын. Алуа кезде біздің продюсер Канарова. Алуаға айтамын, Алуасында Алуа вообще андай қыз ғой, келіншек қой. Давай, Дастан, кет, go. Ойлашы сен еще кожаный костюммен, мына жақта сен бусик күсіп тұр, бусикке залетаешь. Кәдімгі кино кәдімгідей. Ана жерге бусик келіп тіреледі де сен жүгіріп шығасың моментте. Мына жерде мен сестренкам тұр, мынандай бугай тұр ғой, ойлашы. Сәл ойлан қалдыңыз. Мен ойлаймын, не болды деймін, не болды десем. Сестренка, она у меня кандидат мастера спорта по вольной борьбе, чтоб ты понимал. Анау мынау емес, ол төбелес десе оң иығын беріп тұрған, причем дерзкий қыз да. Соны айтып, мынау мені ұрды дейді. Анау айтып, мен бірдеңке деп мыңқылдап тұрған, и сестренка там на эмоциях. Анау мені ұрды, шапалақ. Сол моментте қайдан там уже, мына жерде кличка тырс, шаг назад, бәң, құлайды. Мен сол кезде дедім ғой, тұрмаш. И осы моментте даже оның қасында тағы бір жігіт бар, түсіндің ба? Мына жерде Есболат, Ерболат, Джако, Рус братан бар. Пытыр ете қалғанбыз ғой, Алеш. Менің туған қарындасым Гүлшат, ана екінші баланы қорғаштап отыр ғой, кәдімгідей. Қасына отырған, бұның шатағы жоқ, бұл тиіскен жоқ бізге деп қойған. Қайдан Есболат пен Ерболат ананың уже бұрышқа атып үстіне. Әдемі. Жоқ, әдемілдің мысалы жалғасын айтайын, бәрі кетіп бара жатыр, болды, ана жатыр ғой жерде тал. Ол жерде не прав болып қалу? Расымен де? Енді расымен ұрған ғой. Енді в любом случае енді қол көтеріп тұр сен қарындасың. Конечно, сен қайда оны там? Тем более қарындасыңыз. Содан келіп тұрып, мен ана қасына келіп әңгіме тұрсам, естеріңде осы тура ана жерде фонтандар болатын бұрын. Қазір уже облагородили, оның бәрі күшті деп. Ол кезде ана фонтанның тереңдігі бір 5-6 метрдей ғой деймін, қателеспесем. Ана жатқан қалпы есің сәл жетті, менің аяғым тура мына жерінде тұр ғой, бүйтіп аяғымды қысатты, мына иықпен итер салып, мен ана фонтанға кетем ғой, түсіндің ба? Жоқ, құлап бара жатқан уақытта мынау и рефлекторына қайта сілкініп былай тұрған уақытта бірдеңке тырс ете қалады ғой. Ой. Содан не керек, ананың көйлегінен ұстаймын да бәрі бүйтіп сөйлеп отыр, ана ямаға бұрқ ете қаламын, тұрып қашады. В общем, қайдан ана қызылыққа бермесін, жүгіріп келе жатса фонтан жоқ. Аяқ кетіп қалып па не? Сөйтіп, соны не керек, Алуа айтады. Мен айтамын, что-то хрустнуло, Алуа, десем, в больницу срочно. 12-ші больницаға барамыз. 12-ші больницаға, у меня закрытый перелом кәдімгідей. Қай жеріңізде сонда? Тура тобықтың үстінен кеткен, получается. Ол еще надолго. Оң аяқ кеткен. Сонымен 2005 жылы чисто бүйтіп сахнада балдақ тастап жіберіп орында тұрып билеген сәттер осындай орында отырып билеген сәттер көп бар негізі. Бір выступление бар, еще андай трость алып алғасында кәдімгідей Коза Нострадан шыққан сияқтысың, осындай бар ғой. Оны да имиджға тығып жібересіз, стилі. Әдемі. Так, Нұржабай, бізде кішкене уақыт болды, айып етпесең. Берілген уақыт тәмам болып жатыр. Көрдіңіз бе, осылай болады. Так, онда не дейміз енді? В принципе, енді сіз ұстамаймыз ғой енді, рахмет келгеніңізге. Ана қысқа болса да, мен просто не привык бүйтіп 1 сағаттық, менде 3 сағаттық қой әңгіме, көрдіңіз бе?
Енді мен сізге айтайын, мен де қазір біріншіден жаңағы шаруамды бітіру керек, содан кейін баламды Иә, без мектептен алып проблема, кету керек, ол баламмен біраз жүру керек, содан кейін тағы да өзім тренировкам бар, все расписано. Енді бүгін таңғы сағат енді не жаттығып жасаған қыздар болды да, и сол қыздарға қараймын да, бір қыз 8 айдың ішінде 77 килограмм тастаған. Тек 77. сол таңғы жаттығумен ба? Жоқ, ол кезде қалай істегенін мен білмеймін, бірақ қазір 3 жылға таяу тәжірибесі бар, өзінің жүйесі бар, системасы кәдімгідей қалай істеу керек екенін. Тамақтану системасы, қалай тұру, не істеу, порядок. Сол айтады да, тәртіп бар жерде сен жетем деген жетістігіңе жетесің деп. Оны неге айтып жатыр десең, менде де сондай тәртіп бар десең. Болды, рахмет аға, онда ше айтады. Так, менде көп сұрақ сізге деген, бірақ уақыттан болған соң онша бір сұрақтан сұрай салайыншы. Жақсы. Сіздің жұбайыңыз, енді сіз өзіңіз де білесіз ғой, то что сізді андай орда кезінен де, сольно кеткеннен де окружает андай женский внимание көп. Иә. Одан қалай справляетесь? Ол время лечит деген әңгімені білесің ба? Иә. Әр нәрсе уақытпен келеді ғой. Әрине, жоқ, не то что недоверие. Жоқ, и доверие вам ба? Иә, доверие бар, бірақ әйел адамның бәрі бір ойлау қабілеті. Вот. Изощренный ғой кәдімгідей ер адам. Біз намного проще адамдармыз да, ер азаматтар, намного проще ойлаймыз. Біз жалпақ ойлаймыз. Логика. Иә, сосын но степ па, просто степ, ба? Тау ма? Тау конкретно. А оларда стептің неге бұл степ? Бұл стептің мына жерде неге төбешік бар? Мына жер осындай сұрақтар өте көп ол кісіде. Сол кезде сен ондай сұрақтар туындаған уақытта, мен еркекпін қума деп айта салсаң, онда стычка болады. Надо обсудить. Диалог, короче. Диалог керек. Сөйлесу керек. Сен кемсіп қалмайсың одан ер азамат ретінде. Сен түсіндірші, зато сенің де санаң спокойный, оның да сана спокойный. Где есть спокойствие, есть мир ғой кәдімгідей. Без мира семьи не бывать никак. Ол үшін диалог керек, түсініспеншілік керек, сондықтан да. Вот так вот и живем, мужик. Каждый раз, короче, үйде кешкісін подкаст, да? Не каждый раз прям, бывает иногда у нее всплески бывают. И подкаст. Да, и давай общение, отырайық. Шайдың басына отырып алсын, немесе екеуміз бір-бірімізді қолтығымыздан алып аламыз да кет. Это не то, чтобы ее там какие-то негативные всплески. Нет, это нормальные, естественные вещи у людей. Орысшадан жіберіп жатқанымыз ғой. Жоқ, түгетпейді нормально выражение. Естественный нәрсе да, ол. Кейде менде де бзик болып қалуы мүмкін ғой, сен ойлашы. Мен қызғаншақтық деген нәрсе менің бойымда ол өте бір сирек кездесетін дүние. Бірақ кейде стреляет. Не? Ол еще бүйтеді ғой. Қызғаныш маған ұнап сені қызған дейді ғой. Соныспен әйтеуір жеп қойса мен мәз болып қаласың. Болды аға, рахмет келгеніңізге. Я думаю, енді өзіңізге ұнаса тағы бір айтарсыз, онда мен без проблем. И өзімдікі әйтеуір студиямыздікі. Қай уақыт сіздің дисциплина, сіздің графигіңізге келсе, менде әлі сұрақ көп. Құдай қаласа, рахмет, шақырғанына рахмет. Расында да мен кеше сен. Енді мен же прямо жасалдым просто. Көре салдым. Мен де оқыдым да, лентаңды қарай салдым былай. Қараймын, енді өзім танып қарым-қатынаста араласып жүрген азаматтардың біразы. Сіз еще Жайдарманға сәл жақындығыңыз бар. Жайдарманға жақындығыңыз ең бірінші Жайдарман ойнаған адамдарымыз. Ең бірінші. Соны маған Есен аға постоянно айтады. Неге Дастан шақырмайсың? Ол КВНщик дейді. Менен бұрын КВНщик, менің туған ағам Рүстем ғой. Вот он КВНщик был. Он мектеп қабырғасынан. Хотя мен де мектепте КВН ойнадым. Так что біз Жайдарманға кәдімгідей қатысымыз бар, Аллаға шүкір. Оның үстіне жыл сайын шақырып тұрады. Бір жюри болып әйтеуір бір отырып қаласың, күліп аласың, айтып аласың. Еще ана Дидарлым деген өлеңді Абибастар біраз тағы шығарып жіберді ғой. Абибасқа рахмет, мен оны айтқам, өздеріне айтқам. Олар, кстати, бір концерт беру керек болды да, жүрді концерттер болмай қалды. Мужик, рахмет. Сізге де рахмет. Иә, міндетті түрде тағы да шақыр, келейік, айтылмайған недосказанный әңгімелерді айтасың. Все, рахмет. Жақсы, баршаңызға сәлем.